Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін ұбт-дағы оқу сауаттылығынан жоғары ұпай алудың жолдары туралы айтатын боламыз. Ең маңызды неге мән беру керек? Оқу сауаттылығынан тапсырманы орындаған кезде неге көңіл аудару керек? Міне осының ең қысқа, ең оңай жолдарын бізбен бірге тамашалаңыз. Әрбір істің жеңіл жолы бар. Оқу сауаттылығында мәтіндік сұрақтарды шешу кезінде ескеру керек ережелер бар. Оны айтпас бұрын ондай сұрақтардың оқығанды түсінуді қажет ететін сұрақтар екенін ескерткім келеді. Сонымен мәтін сұрақтарын шешудің 7 жолы қандай? Бұл 7 жол әрине кітап оқуға байланысты. Егер кітап оқу сіздің әдетіңізге айналған болса, онда мәтін есептерін шешу кезінде мәселені түсініп отыратындығыңызды ескерткіміз келеді. Сонымен алғашқы әдіс мәтінге байланысты берілген сұрақтың тапсырмасынан бастау керек. Бір істі бастағанда, оны қандай мақсатпен жасап отырғанымызды білсек, жұмысымыз жеңілдейді. Сол себепті алдымен сұрақтың тапсырмасын оқысаңыз, мәтінді оқып жатқанда автоматты түрде адамның миы оны түсінуге және шешуге бейімделіп оқитын болады екен. Тіпті мәтінді оқымас бұрын алдымен жауап нұсқаларына көз жүгіртсеңіз, мәтінде не туралы айтылғанын және сізден не сұрап тұрғанын оп-оңай түсіне аласыз. Келесі екінші жолы сұрақтың тапсырмасын және сізден нені сұрап тұрғанын жақсылап түсініп алыңыз. Кейде сұрақтың тапсырмасында айтылмаған, берілмеген, жатпайды деген секілді болымсыз етістіктермен кездесетін тапсырмалар болады. Мұндай болымсыз етістіктерден болатын сұрақтарға абай болыңыз. Өйткені кейде сіз болымсыз етістіктерді емес, болымды етістіктерді сұрап отыр екен деп солай жауап беруіңіз мүмкін. Сондықтан да сұрақтың тапсырмасына назар аудару керек. Сонымен бірге асты сызылған немесе қарамен белгіленген сөздерді де мұқият оқыған дұрыс. Мәтіннің сұрағы сол сөздерге тікелей байланысты болады. Егер кітап оқу сіздің түсіну және тұжырымдау қабілетіңізді дамытатынын білсеңіз, сіз кітап оқуды әрине әдетке айналдыратын едіңіз. Өйткені тек мәтін сұрақтарда ғана емес, барлық пәндерден сізге көмекші болатынын айтқым келеді. Әсіресе көркем әдеби кітаптарды оқу барлығымыз үшін екі қоянды бірдей оқпен атқан сияқты. Өйткені мәтін сұрақтарын шешкен кезде бізге қиял даму керек болады. Ал көркем әдебиет адам қиялын дамытудың бірден бір жолы. Сонымен біз үшінші ережеге тоқталамыз. Барлық жауап нұсқаларын міндетті түрде қарап шығыңыз. Кейде А жауап нұсқасы шатастырушы болуы мүмкін. Мәтінге байланысты жауап нұсқасы болуы да ықтимал, бірақ басқа да жауап нұсқалары мәтіннің мағынасын одан да жақсы түсіндіре алатынын мұқият оқығанда байқай аласыз. Сіз А нұсқасын асығыс белгілеп жіберсеңіз, емтиханнан соң бұл қателігіңізді түзету әрине кеш болады. Сондықтан да барлық жауап нұсқаларын салыстырып шығуға уақыт бөлгеніңіз дұрыс екен. Төртінші ережеге келетін болсақ, бұл сұрақтарды өзіңіздің ыңғайыңызға қарай емес, сұрақта сізден не сұрап тұрғанына қарай тұжырым жасап оқу. Мәтіндегі ойды түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ сізден не сұрап тұрғаны маңызды. Себебі сұралған нәрселер мәтінде айтылғандар болып табылады. Бесінші ережеміз ұзақ, көлемді тапсырмалардан қорықпаңыз. Өйткені сұрақтың ұзақтығы мен қиындығы бірдей емес. Яғни ұзақ мәтіндерде тапсырма қиын деген ойдан аулақ болуымыз керек. Бір беттің жартысын алатын ұзақ сұрақтар басқаларға қарағанда кейде тіпті әлдеқайда жеңіл болуы мүмкін. Ұзақ сұрақтарда көбінесе оқиға беріледі де, оны көз алдыңызға елестетіп, есте сақтау өте жеңіл болғаны сұрақты шешкен кезде мән беретін бір оңай жолы. Сондықтан да ұзақ көлемді тапсырмаларды кейде сіз қорқып орындамай кейінге қалдыруыңыз мүмкін. Ал ол керісінше өте қызық мәтін және тапсырманы орындауда сізге қиындық тудырмайтын болуы мүмкін. Алтыншы ережеміз, мәтіннің негізгі ойы әдетте соңғы сөйлемдерде келеді екен. Айрықша жағдайларды есептемегенде мәтіннің
негізгі ойын соңғы сөйлемнен іздеп көріңіз. Сонда сіз қателеспейсіз. Өйткені мәтіннің қорытындылаушы, сол жердегі негізгі идеяны беруші, автордың ойын, кейіпкерлер болса, соларға қатысты негізгі тұжырымды беретін барлық мазмұн соңғы сөйлемдерде берілуі де мүмкін. Мәтіннің тапсырмаларын орындап отырғанда ескеретін 6-шы ереже осы екен. Енді соңғы 7-ші ереже, негізгі және маңызды әдіс. Мәтін сұрақтарының барлығымыз шеше алатын екендігін біз ұмытпаймыз. Бірақ ең маңыздысы соны берілген уақыт ішінде шешіп үлгеру. Яғни тәжірибе жинап, тез шешуді үйрену өте маңызды. Тәжірибе жинау үшін бізге не керек? Біз күнделікті бір тәртіппен осындай 7 жолды бәлкім өзіңіздің әдетіңізге айналдырып, шешіп отыруыңыз керек. Яғни күнне мәтін оқып, кем дегенде 20-30 мәтіннің сұрақтарын орындап отырыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет.